мына жолды вроде былтыр ғана салған сияқты уже асфальт қазып қайттан жасап жатыр. Bir жақ жерден қырып қайттан істеп жатыр. Былтыр ғана ашылған жол сияқты вроде. Открытиясы былтыр ғана болған еді, биыл қайттан ремонттап жатыр 6 айдан кейін. Неге ондай болып жатыр екен? Біздің табиғатқа сәйкес келмей жатыр оның асфальт. А так машиналар қазір перегруз артпайды уже. Бәрі полный немен жүреді. Не бол мүмкін енді? Не бол? Ал айтыңдаршы енді. Кінә қай жерден кетіп жатыр сонда? Қателік қай жерден кетіп жатыр? Міне уже былтыр салынған жол уже волна болып жатыр ғой. Өткенде тура осы жерден балық алғам. Bir 2 saat тұрды, балық алдым, жерих алдым. Үйге бардым. Соғын түнде жедік кішкенесін. Ертесінде холодильникке қойып қойдық та, ертесінде холодильниктен алып жейін десек бар ғой енді. Бүрін ортасындағы бір кусогын жұлып алып жейін десек, құрттар жыбырлап жүр ғой ішінде. Майда құрттар бар ғой. Жыбырлап жүр ғой. Бәлді дегесін ананы көріп тұр ғой енді. Не деген құрт мынау деп. До конца қақтамаған ба, не до конца кептірмеген ба, сондай бір деңгесі бар. Құрт деген сондай болып жатыр ғой. Ё-майо дегесін ғой. Вообще бар ғой. Тастағамыз 4000 теңгеге сатып алғамыз оны. 4000 теңгеге сатып алғамыз. Тастадық сосын. Итке бердік, итке рахатын ит көрді. Сол айтайын дегенім, қазір жаз айында сөйтіп алмаңыздар балық. Өте қиын. Танаждар кетіп барадыр ғой, танаждар. Танаждар кетіп барадыр. Оборудование. Танаждар кетіп барадыр, ауыр жүктер. Қарақ қояды маған. Деп өтіп баратсам жандарынан. 30 тонна ма, 40 тонна ма кетіп баратқан жасқандай. Ата-ана пойдемді чухать етпеу керек қой.